Қандай да бір жағдайдың құрбаны агрессорды, яғни зорлықшыны қорғауы сізге абсурд көріне ме? Бұған таңғалудың қажеті жоқ. Адамдарда Стокгольм синдромының болуы қалыпты құбылыс. Алда осы Стокгольм синдромының не екенін қарапайым сөзбен түсіндіріп көрейік. Жалпы жұртшылыққа 1970 жылдардан белгілі бола бастаған синдромды көбіне ұрланған адамдардың өзінің ұрлықшысына не зорлықшысына симпатия танытумен байланыстырылғанымен, күнделікті өмірде де көп адам өзінің осы синдромның иелігінде екенін білмеуі мүмкін. Сонымен Стокгольм синдромының астарында не бар? Стокгольм синдромы бұл қатыгездіктің құрбанының агрессормен байланыста болғаның нәтижесінде туындайтын психологиялық реакция. Мұндай психологиялық байланыс күндеп не жылдап дамуы я жалғасуы мүмкін. Алайда мұндай синдром бәрінің басынан өтеді деуге келмейді. Стокгольм синдромын адамдарды кепілге алумен жиі байланыстырады. Алайда қоғамдағы кез келген тұлға оның құрбаны болуы ықтимал. Бұл синдром келесідей жағдайларда пайда болуы мүмкін. Біріншіден, қорлайтын қарым-қатынас, яғни сексуалды, физикалық және эмоционалды не инцест секілді қарым-қатынас жылдап жалғасуы мүмкін. Осы уақыт аралығында осындай іс-әрекеттің құрбаны болып жүрген адамның агрессорға деген оң көз қарасы қалыптасуы мүмкін. Екіншіден, бала кездегі қатыгездік. Агрессор мұндайда өлтіремін деп қорқытуы ықтимал, алайда олардың кейде көрсететін мейірімділігін құрбаны шын сезім ретінде қабылдап, ол ақырында қарым-қатынастың негатив тарапын түсінбей қалады. Үшіншіден, адамды саудаға салу. Адам саудасының құрбаны болған тұлғаларға су мен тамақ секілді бірінші қажет заттарды әкеліп беретін зорлықшылардың өздері. Ал бұл жәбірленушілерді жылы сезім тудыруы мүмкін. Төртіншіден, спорт коучингі. Спорт адам тәнін дамытудың жақсы тәсілі болғанымен, спорттағы тренерлердің кейбірі қатыгез қарым-қатынас танытып, ал спортсмен мұны өзіне пайдалы санауы мүмкін. Осылайша бұл да Стокгольм синдромының бір формасына айналады. Адамзат Стокгольм синдромын жүздеген не мыңдаған жылда басынан өткізген болуы мүмкін. Бірақ бұл туралы тек 1973 жылдан кейін жиі айтыла бастады. Өзіңізден не танысыңыздан Стокгольм синдромының белгілерін байқасаңыз, психология саласындағы маманға жүгінгеніңіз абзал. Есіңізде болсын, егер танысыңызда осы синдромға ұқсас белгілер байқалса, өздігіңізбен көмектесу мақсатында оны әлденеге айыптамаңыз, одан да психологпен кездесуге кеңес беріңіз.